Хабарымызды жалғастырамыз. Қазақ шенеуніктеріне жеңілмеген сыбайлас жемқорлықта ауыздықтауға енді Гонконгтың халық прокурорлары көмектеспек. Бүгін олардың бір өкілі Астанаға келіп өздерінің тәжірибелерін баяндады. Айтуларынша 40 жыл бұрын мемлекеттік қызметкерлердің 98% парақор болса, қазір 2%-дан аспайды екен. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Шетелдік мейманның жеңілмейтін жемқорлықты біз жеңдік деген баяндамасын шенеуніктер мен депутаттар салқынқанды кейіпте тыңдады. Қолдарына қағаз алып, баяндамасының маңызды тұстарын қалт жібермей жазып алуға тырысты. Айтылған ойға ден қойсақ, әр төбеде күнделікті қайталанып жүрген жаттанды сөзден айырмашылығы аз шықты. Әрине, сыбайлас жемқорлықты жеңу үшін ең алдымен саяси шешім қажет. Екіншіден, мемлекеттік орындарды қадағалайтын тәуелсіз ұйым керек. Әр елдің заңы басқа, соған байланысты ұйымның заңдылық мүмкіндігі әр алуан. Бірақ айтылған алғы шарттарсыз жемқорлықты жеңу мүмкін емес. Жемқорлықты жеңуде саяси шешім жоқ емес, бар. Сыбайластықтың асқынып тұрғаны қазір әркімге де жасырын емес. Тіпті күн тәртібіне айналған тақырыптың бірі осы. Рейтинг Казахстана по борьбе с коррупцией ухудшился. Разные показатели есть. Жалпы жемқорлықпен күрес соңғы 20 жылдықта сан түрлі өзгерді. 1995 жылдары Жармахан Тұяқбай мемлекеттік тергеу комитетімен атойлап алға да шығып көрді. Бірақ 2 жылдан кейін онысы тарап кетті. Сан жылдан соң қоғамдық қызмет арқылы қарсы тұрып көрді, бірақ шамасы жетпеді. Шенеуніктерді құр қол жатпады. Жемқорлыққа қарсы, бірақ сұлатып құлата алмаған 10 соққы жасады. Мемлекеттік қызметкер үшін ар-намыс кодексін жазды. Билік партиясы өз ішінен арнайы комитетте құрды. Тендер туралы заңды өзгертті. Жемқорды ұстауға көмектескен адамға қаржы полициясы ақша да ұсынды. Бірақ қоғам белсенділерінің бақылауынша жеңістің тұғыры көрінер емес. Қазақстанда қандай да бір тұлғаға қылмыстық іс қозғалса, көп жағдайда ол соңына дейін жетпей қалады. Себебі бұл іске ара-жігі байлауы туысқандық қарым-қатынастар араласып кетеді. Немесе прокурорды қызметтес әріптесін сатпайды дегендей жазылмаған заң басым. Дегенмен істі болғандардың қатары аз емес. Премьер-министрді айтпағанда генералдардан бастап ауылдағы қарапайым есепшіге дейін сан мыңдаған жан жауапқа тартылды. Мамандардың дерегінше 20 жылдың ішінде елден 150 миллиард доллар офшорлық зонада құмға сіңген судай жоғалып кеткен. Жемқорлықтың деңгейі Гонконгта кезінде осындай болды ма деген сұрақтың жауабы біз үшін қазір маңызды емес секілді. Маңыздысы, Гонконгта мемлекеттік қызметкерлердің тапқан және шашқан ақшасын қоғамдық ұйымдар тікелей бақылауда ұстайды. Осының әсерінен елдегі жемқорлық түп тамырымен жойылып кеткен. Ал біздің елде сыбайластықпен шаршамай күресіп жүрміз деген депутаттар мен шенеуніктер мемлекеттік қызметкерлерді табыс және салық декларациясын тапсыруға міндеттейтін заң жобасын қабылдауға неге екенін асығар емес. Ұрсан Ербота, Санат Иманғали, Информбюро, Астанадан.